Белгілі жазушы-драматург 1942 жылы 20 желтоқсанда дүниеге келген. Жазушы 20 желтоқсанда дүниеге келгенімен 20 қазан қайта туған күні болып саналады. Ол қалай дейсіз ғой? Онда келесі оқиғаны соңына дейін тыңдаңыз. Жазушы екінші дүниежүзілік соғыстың нағыз қызып жатқан кезінде дүниеге келген ұрпақ өкілі. Әкесі соғысқа кеткенде ол небәрі жөргектегі бала болған. Содан 5 баланы құшақтап, анасы Күміскүл жалғыз қалады. Осындай жағдайда балалар ауырып, әсіресе үйдің кенжесі, болашақ қазақ жазушысы аурушаң болып, қатты сырқаттанып қалады. Бала тірі қалмайды дегенді естіген анаға бір күні оның қайтыс болғанын айтады. Сонда анасы көзінен жасын сығып, баланың мәйітін дәлізге, ауыз тамға шығара салыңдар депті. Сөйтіп, баланы ауыз тамға шығарып, киізге орап қойған көрінеді. Ал ертесі таңертең жұртшылық қолдарына күректерін алып, молаға қарай шығады. Олар баланы көму үшін жер қазып жатқанда, көрші кемпірлер келіп баланы алып шығыңдар дейді. Сол кезде көрші әже келіп баланы алып, бетіне қарағанда өлді деген бала ыржиып күледі. Жерлеуге әкелген баланың күлгенін көрген әже шошығаннан сәбиді жерге тастап жіберген. Содан кейін қайтадан көтеріп алып келіп баланың анасына «Күміскүл-ау, сенің балаң тірі ғой» деген. Бұны естіген ана еңкілдеп тұрып жылаған. Баласының өлді дегеніне сенген ана аз болмағанда тентегін көміп жіберер еді. Бұл жазушы Дулат Исабековтың басынан өткен оқиға болатын.